әлгі кісінің маған бұйырған нәрселерін айттым. Сол кезде ол айтты дейді, біздің қасымызда тұра бер деді. Мен оның қасында тұрдым. Одан да алдыңғы екі серігіндегідей жақсылықты көрдім дейді. Демек бұл төртінші адамы. Бірінші ана жаман адам, одан кейін екі адам, екеуі де жақсы. Бұдан да дейді, әлгі алдындағы екі серігінен, өсиет еткен екі серігінен көрген жақсылықты бұдан да көрдім. Бұл да өзі ұстанған дінді өзгертпестен хақ ұстап тұрған адам екендігін көрдім. Қысқасы не керек? Оған да өлім жетті дейді. Оған опат жеткен уақытта мен оған барып айттым дейді. Білесің сен менің ісімді. Енді мені кімге өсиет етесің деп айттым дейді. Фақала ай бунайя, валлахи инни ма а'ламу ахадан бақия ала амрина илля раджулан би аммурия. Хуа фуланун фалхақ бихи фалахиқту бихи ва ахбартуху хабари. Фақала ақим инди. فأقمت عند رجل كان والله على حد أصحابه وقد اكتسبت أنا عنده بقرات وغنيمة. Мына жерден бір керемет нәрсе түсінуге болады екен. Сонда әлгі кісі айтты дейді, ей балам деді, Аллаға қасам мен білмеймін, ешбір адамды біздің ісімізде бір дұрыс жол ұстап қалған болса деп, міне Насарани дінінің басшыларының өзі мойындай бастады сол кезде. Мен ешбір адамды айта алмаймын саған. Осы біздің дінімізде хақ ұстап тұрған адамды айта алмаймын. Бірақ ана Аммурия деген жерде пәленші деген адам бар. Сол адамға барып қосылсаң, сол адамға барсаң, сен тура жолда боласың деп. Қысқасы не керек? Оған барып хабарымды айттым. Ол да менің қасымда болғын деді. Оның қасында болдым. Шынында да бұл да екі алдындағы үш ана жақсы адамдардың жолымен келе жатқан дұрыс жолдағы адам екен. Керек болса мен оның қасында тұрып біраз мал дүние жинап алдым дейді. Біраз сиырлар, біраз қойлар жинап алдым дейді. Сумма малабиса ан назала бихи ма назала би асхабихи мин амрилlah фаламма хазаратул вафату qultu lahu innaka ta'lamu min amri ma ta'lamu fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni an af'ala faqala ya bunayya والله ما أعلم أن هناك أحد من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه ولكنه قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين وله علامة لا تخفى فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. Кейін ол кісіге де алдыңғы серіктерінің басына түскен іс келді дейді, яғни опат келді дегені ғой, өлім келді. Оған да барып айттым дейді міне. Сіз білгендей менің ісімді, мен келе жатырмын қанша жерден. Меніме кімге өсиет етесіз? Не істеуіме әмір етесіз менің? Деп едім, ол айтты дейді, ей балам, мен мына жер бетінде біз осы дінді ұстап тұрғандай хақ ұстаушы бірде бір адам қалды деп ойламаймын деп әлгі Насарани айтып жатыр. Бірақ замандар өте келе арабтардың жерінде бір пайғамбар шығады деген хабар бар біздің кітабымызда. Ибрахим пайғамбардың дінін ұстанатын. Кейін ол сол пайғамбар болған жерінен құрмасы көп жерге қарай көшет деген хабар бар дейді. Меккеден Мединеге көшет деген ғой. Харратайын деп тау-тастардың арасын айтады ғой. Сол Меккеден Мединеге қарай көшет деген хабар бар. Ол үшін біраз белгілер бар. Ол адам хадияны жейді, бірақ садақа жемейді дейді. Біздің пайғамбарымыздың сипаты сол өзі. Хадияны ғана қабыл етеді пайғамбар, бірақ садақа, пайғамбар әулетіне садақа халал емес. Вабайна катифайхи хатамун нубувати. Және екі жауырынның арасында, арқасында дегені ғой, арасында пайғамбарлық мөрі бар. Міне сол адамды мен саған өсиет етемін. Фаини статаата ан талхақа битилкал билади фафал. Егер сол мен айтқан қалаға бара алсаң, сен енді соны қылғын деді. Енді бұл парсылардың жерінде болып жатқан оқиға.
анау насарани дін башчысына мынаған көшіп, міне 5-еуінен өтті. 5-шісі айтып жатыр. Енді сондай белгідегі бір пайғамбар шығады. Әлі пайғамбарымыздың заманы келмеген уақыт екен ғой. Сен егер мүмкіншілік болса, сол жаққа бара алсаң ғана, Ясрибке дегені ғой, Мәдинаға, сен соны қылғын. Мен саған соны ғана өсиет айтамын деп, міне хаққа бұйырып кетті бұл адам. ثم وافاه الأجل فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب فقلت لهم إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقرات هذه وغنيماتي فقالوا. Оғанда әжал жетті әлгі кісіге. Мен енді Аммурияда біраз уақыт тұрып қалдым дейді. Аммурия деген жері соңғы тоқтаған жері ғой. Кейін араб саудагерлерінен бір топ саудагерлер Кәліп деген қабиладан. Сол біздің жерімізден өтті дейді, Аммуриядан. Мен оларға барып жолығып айттым дейді. Егер мені де анау араб жеріне ала кетсеңіздер, өздеріңізбен бірге. Мен мынау қолымда бар мал дүниемді, қойым, сиыр жинадым дейді ғой. Солардың бәрін сіздерге берер едім, ала кетіңіздерші мен деп айтып едім. Олар айтты дейді. Наам нахмилука. Мақұл, ала кетейік сені. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود فالتحقت بخدمته. Кейін олар мені алып кетеміз деді, мен оларға бар мал дүниемді бердім. Олар мені Вадиял Құра деген жерге дейін алып барды да, сол жерде маған олар қиянат жасап, бір яһудиге сатып жіберді дейді. Осыны оқып отырып таң қалдым. Мүшриктер, арабтар өзі тағы қандай оңбаған болғанда, қанша насаранилардан бұл жақсылық көріп келіп, мал дүниесін бәрін беріп келіп, әлгі мүшриктер бұны сатып жерді апарды яһудилерге. Мен енді сол яһудидің қызметінде болып қалдым дейді. Бірақ енді қысқасы не керек? Бұл енді араб жеріне қарай өтіп қалды енді. ثم ما لبث أن زاده ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب فرأيت النخل الذي ذكره لصاحبي بعمورية وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به فأقمت بها معه. Кейін мен біраз уақыт тұрғаннан кейін әлгі яһудиге оның көкесінің баласы келді дейді. Ибн Аммы деп, әкесінің ағасын Аммы дейді. Сол көкесінің баласы келіп, енді ол мені Бәни Құрайза деген Мәдина қаласындағы бір яһудилердің тайпасы болған. Сол Бәни Құрайзадағы оның көкесінің баласы келіп, мені сатып алып, мені Ясрибке қалай алып кетті дейді. Қараңыз Құдайдың құдіреті. Мәдинадан келіп, анау жаңағы Вадил Құра деген жердегі яһудиге сатып кетіп еді ғой әлгі Кәліп қабиласының, өзі Кәліп деген ит деген өзі, ит қабиласының жаңа мүшриктері, саудагерлері. Сол мен енді әлгі көкесінің баласы келіп, Ясрибке қарай мені сатып алып кетті дейді. Мен құрманы көрдім дейді, жаңа құрма бауды көріп, білдім дейді, анау мені Аммуриядағы соңғы маған өсиет еткен менің досымның, әлгі досым деп тұрған насарани, бұған дін үйреткен адам ғой. Соның маған айтқан нәрселерін мен жайлап көре бастадым дейді. Бірден Мәдина қаласын таныдым дейді. Ол маған сипаттағандай қуанып кеттім. Сол жерде мен біраз тұрдым дейді. Сол жаңа яһудидің құрмасында қызмет жасап. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة لكنني لم أسمع له بذكر لإنشغالي بما يجيبه علي الرق. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде өзінің қауымын дінге шақырып жататын уақыт еді. Бірақ мен пайғамбарымыз айтқан нәрселердің ешбірін ести алмаушы едім. Хабарым жоқ еді одан. Өйткені менің мойнымда құлдық болғандықтан мен біреудің құлымын, құлақ кесті құлымын, соның қызметінде жүріп, мен хабарда ести алмадым пайғамбарымыздың хабарын. Бірақ пайғамбарымыздың Меккеде қауымына дават жасап жатқанын бір білетінім бар еді дейді.
ثم ما لبث أن حاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل وسيدي جالس تحتها إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. Мен енді сондай құлдық қызметте жүріп жаттым. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге қарай көшті дейді. Енді хабар жайлап жете береді ғой. Мен анау егемнің құрмасының үстінде қызмет жасап отырған едім дейді. А менің егем, қожайыным, сол құрманың астында көлеңкеде рахаттанып отырған еді. Оған дейді ағасының баласы келіп тағы да айтты дейді оған. Ана Бәни Қайланы Алла өлтірсін. Бәни Қайла деп, ол да сол Мединедегі бір тайпа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сол Меккеде Мединеге көшіп келгенде айналасына жиналған ғой барып, соны айтып жатыр. Ана Бәни Қайланы бұл Аус пен Хазраж қабилалары, пайғамбарымызға сол Мединеде өмір сүріп жатқан қауымның бірі. Алланы Бәни Қайланы өлтірсін. Олар анау Құба деген жерге жиналып жатыр екен. Естуімше, сол Құбаға Меккеден бір адам кепті бүгін. Пайғамбар ба дейді өзін, сол пайғамбар деп күмән қылып, адамдардың бәрі сол жерге жиналып жатыр. Деген сөзді енді естіп қалды ғой төбеде тұрып. Фама ин сами'ту мақалатаху хатта массани ма юшбихул хумма. Мен бұл сөзді естіп ақ мені бір қалтырау басты дейді төбеде. Құрманың төбесінде отыр ғой енді бұл Салман Фарси. Вазтарабту истирабан шадидан хатта хашиту ан асқута ала сайиди. Сол қалтырағаным соншалық мен қожайынның үстіне құлап кете жаздадым дейді. وبادرت إلى النزول عن النخلة وجعلت أقول للرجل. Мен тезірек құрманың үстінен жерге асығып түстім де, әлгі хабарды айтып тұрған кісіге сөйлей бастадым дейді. Мәза тақулу аид алайял хабара. Не деп тұрсың? Маған хабарды айтқын. Фағадиба сайиди ва лакамани лакматан шадидатан. Менің егем болса қатты ашуланып мені жұдырықпен қойып қалды дейді. Енді бұл біліп тұр ғой хабардың бәрін. Анау адам кеп айтып жатыр бұның қожайынына. Осылай Меккеден бір кісі кепті. Өзім пайғамбармын деп күмән қылады екен деп. Енді бұл оның хабардың бәрін ана Аммурияда естіп қойған. Меккеден, тасты жерден, нахлалы жерге, құрмалы жерге бір пайғамбар көшіп келеді. Оның белгілері осындай деген нәрсені естіп алған. Бұл енді ағаштың басынан секіріп түсіп, әлгі хабарды айтып тұрған кісіге айтып жатыр ғой. Не дейсің, хабарды қайтадан айтшы десе, бұны еге салды да жұдырықпен 2 рет қойып қалды бұны. Вақал али, егем айтты дейді қожайыным маған. Мәләка вали хаза уд иля ма кунта фихи мин амалик. Сен қайдасың, ол қайда деген, не бар саған ода? Сен істеп жатқан ісіңе бар қайтадан, жұмысыңды істесен. Ол Құбада жиналып жатқан адамдарда, анау келген адамда не шаруаң бар сенің? Деп маған солай тиіп тастады дейді. وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ كُنْتُ جَمَعْتُهُ وَتَوَجَّهْتُ بِهِ إِلَى حَيْثُ يَنْزِلُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم ثم قربته إليه فقال لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل فقلت في نفسي هذه واحدة. Салман Фарсидің ақылдылығын қараңыз. Кеш болғаннан кейін мен қолыма біраз өзім жинап жүретін құрман бар еді дейді. Енді құл ғой, енді бұл дүние ештеңесі жоқ. Біраз жинап жүретін құрман бар еді, соны алып пайғамбар Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам тоқтаған жерге қарай бет алдым дейді. Енді егесінен тығылып бір нәрсеге барды ғой. Пайғамбарымыздың алдына кіріп айттым дейді пайғамбарымызға. Білмейді ғой әлі. Пайғамбарымыз ол әлі көз жетпей тұр анық. Маған сіз жайлы бір хабарлар кеп жатыр. Сіз өте бір ізгі, салих бір кісі деп айтып жатыр.
Және сіздің қасыңызда бір мұқтаж адамдар, достарыңыз бар екен, енді сахабаларды айтып жатыр ғой. Кедей, сондай бір ғаріп, мұқтаж бір достарыңыз бар екен. Мұнау менің бір садақа үшін жинап жүрген бір құрмам еді. Мен ар ойлап, бер ойлап, сіздерден басқа бұған бір лайығырақ адам жоқ деп шештім. Сол үшін мына садақамды қабыл алыңыз. Көріңіз, садақа деп әдейі беріп көріп жатыр да, не дейді екен деп. Сол кезде пайғамбарымыз сахабаларына қарап айтты дейді. Жеңдер деді, өзі бірақ қолын апарған жоқ дейді ол құрмаға қарай. Сол кезде мен ішімде айттым дейді, бұл біріншісі. Бұл анау айтқан, Аммуриядағы айтқан адамның сипатының біріншісі. Ол не деп еді? Ол пайғамбар хадия жейді, бірақ не жемейді, садақа жемейді деді. Бұл сынап жатыр соны. Ішімнен айттым дейді, бұл біріншісі дедім дейді. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر فلما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. Кейін қайттым, біраз уақыт тағы да құрма жинап жүріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді Құбадан Мәдина қаласының ішіне кірді. Құба деген Мәдинада болғандар білет, Құба Мәдинаға кіре беріс жер. Одан кейін қалаға кіреді. Ол да енді қаланың шеті. Пайғамбарымыз Құбадан Мәдинаға өткеннен кейін, және пайғамбарымыздың алдына келіп айттым дейді. Мен байқауымша сіз садақа жемедіңіз өткенде алып келген. Бірақ енді мына менің хадиям сізге құрмет қылып алып келіп тұрмын. Енді осыдан алыңыз деп едім. Расулалла саллаллаху алейхи вассалам бірден ол құрмадан алып жеп, және сахабаларына айтты дейді. Жеңдер мына құрмадан деп айтты дейді. Фақулту фи нафси хадихи санияту. Ішімнен айттым дейді. Бұл екіншісі деп айтып қойдым дейді, өз ішімнен дейді. Екінші сипаты. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد جئت حيث كان يواري أحد أصحابه فرأيته جالسا وعليه شملتان فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره لعلي أرى الحاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Бақиғал Ғарқат деген, бұл Мәдина Мунавварадағы қабірстан. Сол Бақиғал Ғарқат деген жерде Расулалла саллаллаху алейхи ва саллам жанына келдім. Пайғамбарымыз сахабаларынан бірін сол жерде көміп жататын еді, дәфін қылып. Пайғамбарымыздың үстінде бір ауыр бір тон сияқты бір киім бар еді дейді. Екі киім дейді. Со шамлатан ауыр бір киім, соған пайғамбарымыз оранып алатын еді дейді. Мен пайғамбарымызға сәлем беріп, жайлап пайғамбарымыздың арқасынан қарай бастадым дейді бұлай. Үшінші сипаты, екі жауырынның ортасында пайғамбарлық мөрі бар дегенді естіп алған ғой. Мүмкін көріп қалармын, пайғамбарлық мөрін көріп қалармын деп. Маған анау Аммуриядағы досым хабар бергендей, үшінші сипатын көру үшін жайлап пайғамбарымыздың арқасын қарай бастадым дейді. Пайғамбарымыз сол жерде отырып, әлгі бір сахабаны көміп жатыр. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهره عرف غرازي فألقى رداءه عن ظهره فنظرت فرأيت الحاتمة فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خبرك. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің арқасынан қарап жатқанын байқап қалып, менің мақсатымды бірден біле қойды дейді пайғамбарымыз. Өйткені басынан пайғамбарымыз көріп жатыр, ол садақа деп бір құрма алып келді, хадия деп бір құрма алып келді. Енді арқасынан қарап жатқанымды көріп, жайлап арқасын, әлгі киімін ашып, арқасын көрсетті. Мен пайғамбарлық мөрін көрдім дейді пайғамбарымыздың. Сол жерде жылап, сол мөрді сүю үшін пайғамбарымыздың арқасына барып, еңкейіп, мөрін сүйдім дейді пайғамбарымыздың. Сол кезде Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, сен не хабарың бар? Яғни жөніңді айтсайшы деп менен жөн сұрады дейді. Фақасасту алейхи қиссати фаужиба биха ва сарраху ан ясма'аха асхабуху минни
فأسمعتهم إياها فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم سرور. Кейін мен пайғамбарымызға басымнан өткен барлық қиссаны айтып бердім дейді. Мен қазіргі айтылған қиссалардың барлығын айтып бердім. Пайғамбарымыз таң қалды дейді. Және менің сахабаларына да осы қиссаны естіртіп тұруымды пайғамбарымыз сұрады дейді. Мен сахабаларға да естірттім. Олар да керемет таң қалды дейді. Және қатты қуанумен қуанды. Пайғамбарымыз да қуанды, сахабалар да қуанды дейді. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان. Сәлем болсын дейді Салман аль-Фарсиге. Орнынан тұрған күннен бастап ол қай мекенде хақ болса сол мекеннен хақты іздеп жүрген адам еді дейді. وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان. Сәлем болсын Салман аль-Фарсиге. Ол хақты таныған күннен бастап сол хаққа иман келтіріп, және сол хақ керемет иманын мықты қылған Салман аль-Фарсиге сәлем болсын дейді. وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا. Сәлем болсын Салман аль-Фарсиге. Бұл дүниеден өткен күні және қиямет күні тірілетін күнде де сәлем болсын деп осы қиссаны аяқтаған екен. Міне сол үшін де пайғамбарымыз айтты ғой, егер иман Сүрайя жұлдызында болса, осы сияқты кісілер барып соны алып алатын еді деп Салман аль-Фарсиге қолын қойып тұрып сөйлеген екен пайғамбарымыз. Міне құрметті жамағат, біз осындай хикаяларды оқып тұрып таң қаламыз. Қазір барлық хақ біздің алдымызға келіп тұр, мені қабылда деп. Барлық нәрсе бар, мүмкіншілік. Бірақ сонда да хақтан қашады адамдар. Бұл адамдар құлдыққа да көнді, әкенің байлығында тәрік қылды, ел кезіп, жер кезіп жүріп, әйтеуір хақты тапты ақыр. Қандай бақыт. Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның қасынан бірақ шықты бұл адам. Хақты іздеп жүріп. Сол үшін айтады, бұл қисса Алланы іздеген хақиқаттың артынан жүріп кетуші қисса дейді. Бұл адам қанша насорани адамның қасынан өтті. Және Алла бұған сондай бір парасат берді ғой. Өздерінің сиынып жатқан отының дұрыс емес екендігін нен жайлап өтіп, шіркеудің ішінде ғибадатқа өтті. Одан жайлап Мәдинадан бірақ шықты. Оны Салман аль-Фарси деген адам сондай бір керемет адам. Сондықтан құрметті жамағат, бүгінгі айтқан осы уағызымызды Алла тағала қабыл еткен болсын. Бізді хақ іздеуші адамдардан қылсын Алла тағалам. Нахақ нәрсеге жүруден Алла бізді сақтасын. Қазір хақ көп, Құдайға шүкір. Қай жерге барып іздесек те осы елімізде тұнып тұрған мүмкіншілік бар соған. Қай жерден табамыз хақты дейтін заман емес қазір. Қазір иліміз дейтін заман. Сол хақты түсіне алатын иліміз дейтін заман. Сол илімді іздеуге Алла тағала біздерге нәсіп етсін деп Алладан сұрауымыз керек. Бар білгенімізге қанағат жасап қалуға болмайды. Әйтеуір намаз оқып жүрмін. Басқалар намаз оқымай да жүр ғой демеу керек. Ана бақытты адам мен бақытсыз адамның белгісін айтады ғой. Бақытты адам қандай адам десе, ол дүниеде өзінен төмен адамға қарайды. Бірақ дінде өзінен биік адамға қарайды дейді. Яғни дүниеде өзінен төмен адамға қарайды дегені, егер дүниеде өзінен бай адамға қарап, дінде өзінен төмен адамға қараса, ол бақытсыз адамның белгісі. Мен неге сол адам сияқты бай болмадым десе, және өзінен дінде пәс адамға қарап айтады, мен ана адамдар намазды оқымай жүр, мен намаз оқимын ғой. Мен нағыз бақытсыз адам сол адам. Ал бақытты адам дінде өзінен биік адамға қарайды, айтады, мен неге керемет алым болмаймын? Мен неге керемет Құран оқитын болмаймын? Неге мен керемет осындай араби кітаптарды өз бетінше оқи алатын адам болмаймын деп әрекет жасайды. Ал дүниеде өзінен пәс адамға қарайды ол адам. Айтады, Құдайға шүкір, маған бергеніне шүкір Алланың. Менен де төмен адамдар бар ғой. Нан таба алмай жатқан адамдар бар ғой. Деп ол шүкір қыла біледі. Міне, бақытты адам мен бақытсыз адам белгісін дінімізде солай сипаттап береді. Сондықтан біздерге өзімізден дінде биік адамға, дүниеде пәс адамға қарауды Алла нәсіп етсін.
бақытты боламыз сонда. Алла сақтасын біз дүниеде өзімізден биік адамға қарап соған қызығып, дінде өзімізден пәс адамға қарап соған қанағат жасап қалудан Алла бізді сақтасын, құрметті жамағат. Сол үшін талпыну керек. Хақ іздеу дегенде көп нәрсені қамтиды ол хақ деген. Бізге қазір іздеу керек болған нәрсе ол илім. Керек болса илім деген нәрсе ол илімі фарзы айн ол. Ол фарзы кифая емес. Мен ғана оқып қойсам, қалған адамдардың барлығы мойнынан түсетін нәрсе емес ол. Илім ол фарзы айн. Намаз, илім ол фарзы айн. Оны біреуге сеніп, қасыңдағы досыңа бар, сен оқы, бұл сен оқысаң менің оқығаным дейтін нәрсе емес бұл. Мәселен, жаназа намаз ол фарзы кифая. Бір адам барса, қалған адамдардың мойнынан түседі дейді. Міндетті түрде сен сол жерге барып қатысуың, ол фарзы айн деген нәрсе емес ол. Сондықтан мен айтып жатқан әрбір сөзіме жақсылап, мән беріп, өте парасаттылықпен қабылдаңыздар. Илім оқымаймызша, мынандай бір нәрсе бар Софаллайыр кітабында. Ақида білмеген шайтан елдір, мың ел деп амал қылса хам елдір дейді. Ақиданы білмеген, яғни илімсіздікпен амал жасап жүрген адам ол шайтанның әскері дейді. 1000 жыл амал қылса да оның амалы жел болып кетеді дейді. 1000 ел, екінші ел дегені, біріншісі жыл, екіншісі жел дегені да. 1000 жыл амал қылса да оның амалы жел болып кетеді, желге ұшып кетеді дейді. Егер ол білімділікпен жасап жатқан ғибадатының, жасап жатқан құлшылығының ақиданы білмесе, оның жасаған амалы жел болып кетеді дейді. Осындай сөздер әсер ету керек бізге. Намаз оқып жүргенімізге қанағат жасап қалмайық. Сол намаз, мәселен, намаз оқып жүрген адамдардың кейбіреуінен, 2 жыл намаз оқып жүрген адамдардан ең бір элементарный дейді ғой, ең бір кішкентай бір мәселені сұрасаң білмейді. Өткенде де айтқам мен, Фатиха сүресін Құраннан араби қып оқып алмайынша тыныш таппаңыздар. Қазір көп адам намазхандар Альхамдулиллахи Роббил Аламин Ар-Рахман Ар-Рахимді әйтеуір жаттап алған, бір кириллицамен жазылған кітаптардан жаттап алған, естіп жаттап алған. Альхамдулиллахи Роббил Аламин деп ұрып жүр. Альхамдулиллахи Роббил Аламин, айн деген әріп қазақта жоқ. Қайқа барсақ, ойқа барайық. Ихдина сиратол мустақим. Дегенде кіндіктен бастап шығатын әріп. Ол жоқ біздің әрпімізде. Ол арабтың 29 алфавитінің ішіндегі бар нәрсе болды. Біз одан қашып еш жаққа бара алмаймыз. Біз мәжбүрміз соны үйренуге. Сонда ғана біз Құранды өзінің хаққын ада қылған боламыз. Ал өйтпейінше біз Құран оқыдық деп айта алмаймыз. Құрметті бауырлар, дос жылатып айтады дейді. Мен айтпасам бұны. Ой, жақсы намаз оқып жүрсіз деп арқаңыздан қағып қойсам ол не болғаны? Жоқ, ашта айтуымыз керек біз осылай батыра. Иншалла енді сіздерге керек илім оқу керек осы жерде. Сондықтан хақ іздейік, хақ дегеніміз ол илім. Хаққа біз илім арқылы ғана жетеміз. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи роббил аламин. Роббана фағфир лана зунубана ва каффир анна сайятина ва таваффана мa'ал абрар. Я Раббым Аллах, я жаратушы иеміз. Осы айтқан Салман әл-Фарсидің хақ іздеуші, Алланы іздеп, хақтың артынан жүрген осы сахабаның өмірі біздерге үлгі болуын Аллам өзің нәсіп ете гөр. Я Раббым Алла, біздің қате-кемшіліктерімізді кешіргін. Біз осы сахабалардың басып өткен ізіне де арзымайтын күнәһар бір пенделерміз. Шамамыз жеткенше осы кітаптардан оқып, осы кітаптардан дәріс айтып жатырмыз. Алла тағалам біздің қате-кемшіліктерімізді өзің кешіргін. Біздерге Алла тағалам өзің тақуалық нәсіп еткін. Илім берген, я Раббым Алла. Надан боп қалудан, илімсіз боп қалудан Алла өзің біздерді сақтағын. Ва саллаллаху та'ала ала хайри халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.